Сәлем оқырман, қалыңыз қалай? Менің есімім Ахмет Саят. Мен интернет-маркетологпын. Жалпылама айтқанда 42.500 теңге үшінші рет кімдерге береді және қашан береді деген сіздің көкейіңізде жүрген сұрағыңызға жауап беретін боламын. Ең алдымен сізден бір өтініш, осы YouTube каналға тіркеліп алыңыз. Себебі 42.500 теңге жайлы тағы ақпараттар табатын болсам, осы YouTube каналға бірінші болып шығаратын боламын. Және тек қана 42.500 теңге емес, қалай жарнама беру керек, маркетинг жағынан және де елде болып жатқан қызықты ақпараттармен өздеріңізбен бөлісіп отырамын. Сондықтан да осы YouTube каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал кеттігенше, ендігі сөз кезегін 42.500 теңге кімдерге беріледі, үшінші рет кімдерге беріледі деген сұраққа толықтай жауап берген министрге берейік. Қазақстандықтар, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, бүгін өкіметтің отырысында осы бүгінгі ахуалға қатысты әлеуметтік салада әзірленген ұсыныстардың бірқатары шешімін тапты. Ол біріншіден біздің атаулы әлеуметтік көмек алып жүрген азаматтардың 3-ші тоқсанға тағайындауын проактивтік түрде, яғни өтінішін өткізбей тағайындау туралы шешім, және де бұл жерде халықтың көп сұрап жатқаны, екінші кварталда 42.500 алған азаматтар бұны табыс ретінде есептелмейді, және ЕСП төлегендерді табыс ретінде есептелмейтін болады. Бүгін таңға 128 мың жанұя бізде осы атаулы әлеуметтік көмекті алып жатыр. Видео ортасында сізден бір өтініш. Төмендегі полиция батырмасын басы өз WhatsApp чаттарыңызға таратсаңыздар. Себебі осы ақпаратты, осы министрдің айтқан сөзін өз туыстарыңызда естісін. Екіншісі, біздің мүгедек жандарымызға қатысты. Олардың мүгедектік мерзімі осы күндерге келген жағдайда, олардың мүгедектік мерзімін автоматты түрде 3 айға созып тұрамыз, және де оның тиісті мемлекеттік жәрдемақысы төленетін болады. Осы айда 29 мың мүгедек жанға ол қатысты болады. Үшіншісі, төтенше жағдай кезінде біз біраз әлжуаз топтағы, санаттағы азаматтарға, атап айтқанда атаулы әлеуметтік көмек алушы семьялардағы балаларға, барлық мүгедек жандарға, мүгедек балаға күтім жасап отқан ата-анаға және ресми жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтарға кішкене бір ақшалай азық-түлікке көмек төлеген болатынбыз. 2 ай бойы соны осы шілде айында да төлейтін боламыз. Ол 1.050.000 адамға қатысты болады. Және төртіншісі, мына карантинға қатысты шектеулер салдарынан табыссыз, жалақысыз қалған жұмыс істеп жүрген азаматтардың осы шілде айында төменгі жалақы көлемінде, яғни 42.500 теңге бір мезгілдік көмек көрсету жөнінде шешім қабылданды. Кеше ел президенттің тапсырмасын өздеріңіз білесіздер. Әрине, енді көпшілікті сол осы соңғы мәселе қызықтырады. Сондықтан кешеден бері халықтың тарапынан түсіп жатқан сұрақтарға мен қысқаша жауап беріп өтейін. Біріншіден, бұл төлем бұл жолы кімге төленеді? Мұқтаж адамдар кім деген сұрақтар көп қойылды. Бұл жолы 42.500 төлем өткенде төтенше жағдайдағыдай сол қағидаттармен төленеді. Яғни жұмыс істеп жүріп, өзінің табысынан, алып жүрген жалақысынан айырылған азаматтарға. Ол жалдамалы қызметкерлер, жеке кәсіпкерлер және өз бетінше өзін жұмыспен қамтып жүрген азаматтарға тарайтын болады. Бұл жолы бұл 1 айға қарастырылып отыр. Екінші сұрақ, қашан төленеді? Бұл жерде, бұл жолы да осы төлемнің оператор ретінде мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры белгіленді. Өткенде біз осы қордың қаржылық жағдайы туралы айтқанбыз. Қазір шектеулі, қиын деп. Дегенмен де бүгін шешім қабылданды. Сондықтан үкімет ұлттық банкпен бірлесіп, осы 1 аптаның ішінде сол әлеуметтік қордың қаржылай мәселесін шешілуі тиіс. Оға дейін, алдағы 1-2 күнде біз ережені пысықтап бітіріп, мемлекеттік органдармен келісіп, әділет министрлігінен өтіп, тіркеуіміз қажет. Және де осы уақытта біз өзіміздің ақпараттық жүйелерімізді, яғни порталдарымызды сол ережеге сәйкестендіріп тестілеуден өткіземіз. Сөйтіп, қашан деген сұраққа біз осы күндері аянбай жұмыс істейміз. Біздің жоспарымыз мүмкін болса, сол жұма күні бүкіл порталдар өтініш беруге ашық болады. Жұма күні. Ал дүйсенбі күннен бастап, яғни 20 шілдеден төлемдерді тағайындауға кірістік пе дейміз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Осы видеоны талау үшін, көп просмотр жинау үшін өтінішшіден төмендегі полиция батырмасын басып, өз
туған туыстарыңызға WhatsApp чаттарға тараттыңыздар. Жақсы, сіздермен болған мен Саят Ахмет, менімен болғандарыңызға рахмет.